мұсылман адам бір нәрсесін сатқан кезде айыбын айтып сату керек екен. Айыбын айтпай сатуға болмайды. Бір кісі құл әйелі бар екен, қызметшісі. Соны базарға алып шығыпты, мен мынаны сатам деп. Бағасы өте арзан. Сұрайды, не кінәсі бар десе, не себеппен сатып? Бір өсекші депті. Өсекті айтқанда енді қойыңыз депті. Енді жұмыс істей алмай қаласың депті. Сонымен тыңдаған адамдар тыңдап тұрып, ей, бағасы аз екен депті. Енді өсекті тыңдамасаң болды ғой, оны құтыласың ғой депті де ақшасын беріп, бір үлкен бақуатты кісі сатып алады. Сатып алып үйге алып келеді де, ананы, мынаны істейсің деп жұмысын көрсетеді. Әйел жұмыс істей береді. Жұмыс істеп жатқан кезде жұмыстың арасында өсекші әйел жаңағы кісіге жүгіріп келіп, сіздің әйеліңіз туралы мен баяғыда бір өсек естігем депті. Ол анамен жүрген деп деген сөз айтты. Әй, өсекші айтып еді ғой сен. Құра бар кет, сен тыңдамаймын деп қуып шығыпты. Сонымен жаңа әйел шығып, әйеліне барыпты, бақуатты кісінің. Әйелі аурушаң кісі екен. Аурушаң кісіге қарап отыр. Өзі аурушаң адам әр нәрсені ем көреді ғой. Қарап тұрып, мен сен неден жазылатыныңызды білемін депті. Неден жазыласыз? Сіз естігенсіз бе, еркектердің сақалында періште болады депті. Иә депті. Сол мына еркегінің тура мына күйеуіңіздің алқым тұсынан, мойнының астынан бір сақалын кесіп алып келіңіз пышақпен депті. Пышақпен кесу керек депті. Мен сізге дәрі жасаймын, сіз содан жазыласыз депті. Күнде жатып жүрген, қасында жатып жүрген ері, өзі білет қалай ұйықтайтын, талып ұйықтайтын. Содан тұрыпты да, болды депті, бүгін кесіп алып келем депті. Содан кейін әйелі оны көндіреді, жүгіріп кеп күйеуіне айтады. Ал енді байеке, бүгін дайындал, сені әйелің бауыздайды бүгін депті. Өлесің әйелің қолынан депті. Қой, өсек айтпа. Енді мен ескерту менен депті. Жан керек болса ұйықтамаңыз депті. Соны енді өзі мынау бақуатты адамдардың жан тәтті болады өзі. Содан кейін келіп жастығын бітеп, жатқан төсегінің астын қараса, пышақ тұр дейді. Сөз шындыққа жанасқандай. Содан түн болады, түннің бір уақытында ананың әйелдің сөзі мына басына ұйықтай алмай, еркек бітіп жатады ғой, ар ойлап бері. Ұйықтады-ау деген кезде әйелі емдікке сақалын алайын деп пышақты былай алып келген кезде, мына сөз рас болды ғой деп пышақты қайырып, әйелдің өзін жүрегіне салып жіберген екен. Жазықсыздан әйелдің, үлкен кісінің әйелі қайтыс болады. Ол әйел үлкен бір бақуатты кісінің қызы. Ол ағайын шығып, мына ауылды шабады, мына ауыл шығып, мына ауыл шабады. Қысқасы, бір әйелдің сөзінен, өсегінен жер бетінде екі халық осылай жоқ болып кетті деп айтылады. Сондықтан өсекті мейлі еркек айтсын, мейлі әйел айтсын, мейлі бала айтсын, мейлі достар бір-біріне сырлас құрбылар айтсын, жақсы нәрсе емес. Түптің түбі сол өсек айналып басыңызға үлкен дау алып келеді, тура сол қиыншылықты сіздің өз басыңызға алып келуі мүмкін. Әсіресе бұл мына біздің қызын ұзатқан, одан кейін жолдасы бар ерлерге қатысты, қарындастар құрбыларына қатысты, солардың ортасында сөзге өте сақ болсын, өсекке сақ болсын деп айтқан болар еді. Тақырыпқа қатысты сұрақ қойыпты да, ассалаумағалейкум, өсек айтатын адам туысың болса, одан қалай сақтануға болады, не істейміз дейді. Пайғамбарымыз Мұхаммад алейхиссаламның өзіне де тікелей айтқан. Өсекті де айтқан, сыртынан айтқан белгілі, бетіне айтқан. Қазақтың енді бірақ ауыз сөзге итке теңеліп, тоның битке салма дейді. Сен барып, неге мені бүйтіп айтасың деп, ол адаммен мәселе шешіп, разборка жасаудың керегі жоқ. Айтқан адам сіздің күнәңізді көтереді. Имам Хасан Басриге біреу келіп айтыпты, сізді біреулер өсектеп жатыр дегенде алмасын беріп жіберіпті, мынаны апарып бер оларға депті, сыйып беріпті. Олар сізді өсектеп жатқанда оларға құрма алма бергеніңізде десе, олар менің күнәмді алып жатыр ғой, ең болмаса мен сыйлық берейін депті. Тура сол сияқты имам Мәлікке біреу келіп, сізді бәлен адам өсектеп жатыр деген кезде имам Мәліктің ашуы кепті. Сонда әлгі адам айтыпты, ей, өйтіп айтқан мен емес, аналар, Руслан, Қанат, Мараттар десе, ол сөзді мен олардан естіп тұрған жоқпын, сенен естіп тұрмын, сен жеткізіп тұрсың, сен күнәһарсың деген екен. Сондықтан біреу айтты екен деп, онымен барып ерегісетін нәрсе емес, айтты, айтылып қалды. Сондықтан сіз өсектен сөзден жоғары болғаныңыз жақсы. Өзі данышпандар айтады ғой, біреу сені артыңнан өсектесе дейді, сен артыңнан өсектір. Демек сен олардың алдындасың деген сөз. Сол үшін сен арт жағынан өсектейді. Сондықтан айта бересің, не қыласың? Айтты екен деп біреудің бетін жұлмаймыз ғой. Алланың алдында өзі жауап береді.